толық пішіні туралы информация аласыздар бауырдың. Бірақ ол бізге дәрігер клиницист ретінде көп уақытымызды алады. Сондықтан курс бойынша 3 өлшем маңызды. Осы 3 өлшемді анықтасаңыздар, сіздерге диагноз қою үшін мәлімет жеткілікті болады. Бірақ топографиялық перкуссияны анықтауға болатындығын естеріңізден шығармаңыздар. Бауырдың жатқан әрбір сызығымен анатомиядан кубок бойынша 3 сызық, ол 2 вертикаль сызық, 1 қисық сызық түрінде, бұған орта сызығымен, алдыңғы орта сызығымен және сол жақ қабырға доғасының қырымен анықталатын 3 өлшем. Бірінші өлшемі бұған орта сызығымен өкпенің төменгі шекарасы анықтағансыздар, жүректе де анықтағансыздар, өкпеде де анықтағансыздар, сондықтан ол қиындық тудырмайды. 6-шы қабырғалық. 2-ші қабырғалықтан бастап, бүкіл ережесін сақтауларыңыз керек, ұмытпаңыздар. Алақандарыңыз жайылған, саусақтар толық тиіп тұрады, арасы ашық, ортаңғы фалангаңыз сызықтың үстінде строго жату, строго сызықпен жүру керек. Табатын шекараға параллель жүріп отырасыз, келген жағынан белгілейсіз, тек дыбысқа өткенде. Бұның бәрін білеміз, тек еске түсірдік қазір, ұмытпаймыз. Бұрамызды аламыз, орташа күшпен. Жаттақ саусақ жылжымыз. Анық өкпе дыбысы. Естіңіздер ме айтса? Келген жақтан қолды алмастан белгілейміз. Дәл осылай кіндіктен кейіннен осы сызықпен жоғары қарай, осы нүктемізге қарай ма, енді бірінші нүкте деп есептейміз, перкуссиялаймыз. Бірақ іште енді жай перкуссия. Өйткені дабыл дыбыс бізге қатты ұрсақ шекарадан өтіп кетеді. Екінші өлшемінің жүрек болғандықтан бұл жерде анықтамаймыз, өйткені тұйық дыбыс бауырдың анатомиядан білесіздер, жоғарғы қыры бір деңгейде, сондықтан осы бірінші нүктеден маңызды деп есептейік, көлденең сызықпен түсіре саласыздар. Бұл үшінші нүкте. Кіндік деңгейінен бастап осы үшінші нүктеге қарай іште жай перкуссиялап тұйық дыбысқа жеткенше қолтық алды сызығы деңгейінен қабырға доғасының қырымен саусақтың тырнақ пластинкасы қабырға доғасының үстіне шығатындай етіп, ортаңғы фалангас қабырға доғасының қырында болатындай етіп орналастырасыз. Қабырға доғасына қолыңыз строго перпендикуляр. Үшінші нүктеге қарай перкуссия. Жай соққан. Перкуссия жасап жатқанда сөйлемеуге тырысыңыздар. Сосын қоя беріңіз, жай перкуссия. Өйткені бұл жерде траубы кеңістігі, сіз қатты ұрсаңыз, дыбыс өте күшті шығады. Тіпті күшейіп кетеді, көрдіңіз бе? Жай перкуссия, бұл бесінші нүкте. Өлшейміз енді арасында. Үлкенде болып кетті біздің кән. Қаптыда 12 сантиметр. Бұл сіздің бірінші өлшеңіз кішкене жоғары. 12 сантиметр. Толық тұйық дыбысқа дейін оқығанның өзінде. Патологиядан болмаса. Сен бойының бауырының Патология. 12, екінші өлшем 9,5, 9,11, 8,10 нормада және
7, 9, 8 сантиметр. 9. Бірінші өлшемі 1 сантиметр өткен. УЗИға түсіп едіңіз, жақын арада? Размерлері түсіп еді? Бірі түсіп қойыңыз. Пальпация. Бауырдың пальпациясы. Бұғана орта сызығымен жасаймыз, агросостражесті әдісімен. Бимануальды, яғни екі қолды пайдаланасыз деген сөз. Сол қолыңызды осы сызықтың бойымен бауырдың үстіне қоямыз фиксация үшін. Қалған 4 саусағыңызды төмен қарай жібересіз. Мына жақтан бастап бүйтіп емес, бірінші бастармақтарды орналастырып, сосын қалған саусақтарыңызды төмен жібересіз. Істепсе бойшынан төмен қарай басу үшін керек, қысып ұстап тұру үшін емес, фиксация сол үшін қажет. Бұғана орта сызығымен қабырға доғасының қырынан 1 сантиметр төменге қиғашта орналастырасыздар 4 саусақтарыңызды бір деңгейде. Алақандарыңыз былай тұрмасын, үшке аяқты шамалы бүгіп, өкшені деп тұратындай болса болды. Көп бүксек, сіздің қолыңызға мешать етеді. Сондықтан көп бүккізіп келетін. Главное, іш босап жұмсарса болды. Іштің жұмсарса болды. Яғни қабырға доғасының қырынан 2 сантиметр төмен, егер тура қырының өзіне емес, сізге астына ену қиын болады, неғұрлым жақын қойсаңыз. Сондықтан 2 сантиметрдей төменірек қолыңызды орналастырасыз. Қабырға доғасының қырына сәйкес. Шамалы қиғаштау қолыңыз сызықтан. Бірінші момент қолды қойдық. Екінші момент демалып дем шығарады. Мен қолымды көтеріп, түсіріп, қолымды көтеріп, түсіріп, қолымды көтеріп, түсіріп, ішпен. Әлде томпайтамыз ішпен. Әлде де көбірек тереңдеу демалам. Тереңдеу, әлде де тереңдеу. Шығару кезінде қабырға доғасының астына қарай енгіземін. Демалуды ұстап тұрамын, шығарамыз енді, шығарамыз, жоқ, демді шығарыңыз. Менің командаммен шығарамыз тағы да. Енді тағы демаламыз, шығарамыз. Енді менің қолымды томпайтып итеріп шығару керек. Алға қарай қолыңызды, саусақтың ұшын. Бұл демді терең алып жатыр, мен қолымды итеріп шығару. А мен ішке қарай енгізім кіреп барып шығарып отырмын. И фиксация параллель күшейтіп. Аңғардыңыздар ма? Қолды қойдық фиксацияға, орналастырдық, қатпар жасадық, ішпен жақсылап демалайық. Томпайтып демаламыз, шығарамыз, шығару кезінде ғана енгізіңіздер. Тағы да шығарамыз, енді ішті томпайтып демалып, мен қолды итеріп шығарамыз, фиксацияны күшейтіп. Көбісі кешеде тоқтар. Енгізіп, іштің артқыр кезіне қарай кетіп қалады. Доғаның астына емес. Қатпар просто қайтадан ала салады. Жоқ, қатпар дұрыс жасайды. Только енгізу кезінде демалып шығарамыз. Доғаның астына просто кіру керек болайын. Ішектегідей артқырге қарай керегі жоқ. Бауырына қолыңызды ала салып. Просто ұстап дайын тұрсыз ғой. Тек енді ішті томпайтып демалып қолды итеріп шығарып кезіңізде ғана фиксацияны күшейтесіз. Мына мен бауырды жақындатып жатсыз, мына қолыңызды соны тиіп өтуге тырысып жатсыз. Енді қазір ол өте ары жатыр, доғадан 3 сантиметр артанын анықталған. Денсау адамдарда анықталуы мүмкін, анықталмайды демеңіздер, анықталуы мүмкін. Доғаға жақын орналасқан мысалы егер анықталса, онда сипаттама бересіздер. Консистенциясы, тығыздығы яғни жұмсақ, безі тегіс болу керек. Қыры үшкір болу керек, және ауырсын болмауы керек. Патологиялық жағдайларда оны синдромдар өткенде айтамыз. Бұл бауырдың пальпациясына. Енді өт қапшығы. Өт қапшығының проекциясы іштің тік бұлшық етінің сәл тартыңыз ішіңізді, ішке тартыңыз. Тік бұлшық етінің сыртқы қыры мен қабырға доғасының қолды демалыстырыңыз. Қиылысқан жерінде. Осы жер кер нүктесі деп айтамыз авторменен. Кер симптомы деген бар. Сол оңманды болса, қабыну белгісін білдіреді. Яғни өт қапшығының қабыну симптомдары деген авторлардың атауымен симптомдар бар. Соларды тексеруді білулеріңіз керексіздер. Холецистит кезінде, капулезный холецистит кезінде оңманды болатын симптомдар. Осы кер нүктесі осыған басып тексергенде ауырсынса, кер симптомы оңманды дейсіздер. Әсіресе дем алу кезінде қаттырек ауырсынады. Кер симптомы оңманды дейсіздер. Қалып жағдайда ол пальпацияланбауы тиіс. Өт қапшығы застой болса, яғни өт іркілсе, ішінде тас түзілсе, эмфиемасы болса, онда ол пальпацияланады. Осы жерді пальпация жасап тексеріп көресіздер.
ішпен жай дем аламыз. Қолыңызды жай ғана астына қабырға доғасын шамалы ғана емізіңкіреп пальпация жасаймыз. Қалып жағдайда анықталмайды. Егер де анықталса, курвазе симптомы болмайды дейсіздер. Анықталса, пальпацияланса, курвазе симптомы болмайды. Курвазе симптомы теріс, пальпацияланбайды дейді. Ұмытпаймыз, ә? Егер де осылай пальпация жасауға попытка жасағанда, ауырсыну сезсе, тыныс алуында әсіресе күштірек сезіледі. Ауырсынып кеткеніне шағымданатын болса, пациентің, онда мерфи симптомы болмайды. Түсінікті, курвазе пальпацияланса, ауырсынбайды тұрады. Ауырсынса пальпацияда, онда мерфи симптомы. Ортнер симптомы қабырға доғасының қырына, қолыңыздың қырымен соққы жасайсыз, жай ғана күшпен. Қай жерінде болса да ма? Қырына. Жоғарыдан төмен қарай қырына өсіп соққы жасайсыз. Ауырсына ма деп сұрайсыз? Жоқ. Терісінен ортнер симптомы. Ауырсынса олмайды. Бұл да қабынуды білдіреді. Василенко симптомы орташа күшпен ұрасыз. Ауырсына ма? Ауырсынбайды. Василенко теріс. Ауырсынса олмайды. Мюстигеоргиевский симптомы. Өткен сабақта айттыңыздар, ұйқы кезінде мускулостерноклидомастоидоз бұлшынатын екі аяқшасының арасына басқанда ауырсыну сезсе, френикус симптом деп айтамыз, оңайды. Автормен жоқтаймасанда френикус симптом деп айтамыз, ауырсыну сезсе, онда оңайды. Осы 6 симптомды білуіміз керек. Тоғыз айтсақшы? Тоғыз. Бізге маңызды осы 6 симптом. Чек-листестер келеді осы 6 симптом. Кері емес па, кері симптом же, екінші кері екі деген. Кері екі дегенді алдына ағай задание берген да, іш қуысына қан кеткенді қалай анықтаймыз деп ше, жасанғанда. И сол кезде іздегенде кері екі деген симптом бойынша дейді да, сол иықта ауырсыну пайда болады дейді осы. Хирургиялық патологияға қатысты қан кетуге. Екеуі бөлек-бөлек болсын да? Әрине. Кері симптомы қазір бізге қатысты, бауыр жолына қатысты, бұл кері симптомы өт қапшығының проекциясының нүктесі, кері нүктесі. Осы жердегі ауырсынудың болуы. Бұл обычно қабынуына қатысты. Қан кету жағдайына. Жоқ, кері бірге болады. Болды ма? Мен бір сұрақ қойсайшы. Біз 4-ші курста дискуссия қалды да, қайсының жеке өзі анықталатын 22 симптом бар дейді. Біз мысалы бүгін қатысты 6 алуына өтеді да. Ол действительно 22 бар нәрсе ма? Кеш интернет таппай болды тұр бізде. Келесі жылы өтесіздер. Лабораториялықта симптомдар көретін ішінде не только қолмен анықталғысы или шағыммен қоса анализінде лабораториялық. Это критерий диагностики ғой. Дәлелді